Кәрім Мәсімовтің үй жайы 25 ақпанда аукционда сатылуы тиіс еді. Белгіленген күні сатылмай қалды. Өйткені алушы табылмаған. Бәлелі жерден аулақ дедімеген әйтеуір ешкім беттемепті. Оның үстіне құны да осал емес. Жалпы қоғамда Кәрім Мәсімов жайлы сөз көп. Демек, неге KZ ақпараттық сараптамалық порталында да ол жайлы көп жазылады. Порталдың нөмірі 1-ші назардағы нысаналарының бірі де Кәрім Мәсімовтің мәселесі. Ендеше назарларыңыз осы басылымдағы материалдардың маңызды деген тұстарынан үзіп жұлып бірқатар деректі ұсынамыз. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? 25 ақпанда, яғни аукцион өткізу белгіленген күні кешқұрым жарияланған материал Кәрім Мәсімовтің аукционға шығарылған үйі өтпей қалды деген тақырыппен басталады. Онда былай делінген: Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің экс-төрағасы Кәрім Мәсімовтің сатылымға шығарылған зәулім сарайы өтпей қалды. Қайтарылған активтерді басқару компаниясының иелігіндегі қымбат баспана бүгін күндізгі сағат 10:00-де аукцион арқылы сатылу керек болған. Электронды сауда алаңындағы лот сипаттамасында аукцион өткен жоқ деп жазылған. Нысан бойынша аукцион басталған уақытқа тіркелген қатысушы жоқ деп жазылған лоттың сипаттамасында. Нұра ауданындағы жертөлесі бар 2 қабатты зәулім үйді қайтарылған активтерді басқару компаниясы сатып жатыр. Тиісті лот Е-қазына электронды сауда алаңының сайтында жарияланған. 2 қабатты үйдің жалпы ауданы 2877 шаршы метр, құны 1,883,338,958 теңге деп бағаланған. Сонымен қатар әлеуетті сатып алушы 117,960 теңге көлемінде кепілдік жарнасын төлеу қажет. 1,8 миллиард теңгеге Мәсімовтің үй жайын сатып ала қою кімге болса да оңай соқпасы белгілі. Бірақ үй жайы сол ақшаға тұрарлықтай бар жағдайы жасалған кең сарай, кең алқап. Үйдің сатылымға шығарылатыны ақпанның басында жария болған еді. Порталдың 10 ақпандағы жарияланымда мына жайттар айтылған. Кәрім Мәсімовтің зәулім үйі 1,8 миллиард теңгеге сатылып жатыр. Астанада ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовке тиесілі үйге ұқсайтын үй сатылымға шығарылды. Бұл үйдің фотосуреттері ұлттық қауіпсіздік комитеті 2022 жылы Мәсімов қамауға алынғаннан кейін жарияланған суреттерге толығымен сәйкес келеді. Ол кезде тергеу барысында Мәсімов премьер-министр болып тұрған кезде бизнестен елордада құны шамамен 2,5 миллиард теңге тұратын элиталық қонақ үй мен жер телімін алған деген күдікке ілінген. Үйдің жанында әртүрлі көлемдегі бірнеше жер учаскесі бар. Олардың біреуінде гараж орналасқан. Үй мүлікпен бірге сатылады. Олардың ішінде жиһаздар, тұрмыстық заттар, зергерлік бұйымдар, коллекциялық монеталар, кәдесый қарулар бар. Мәсімовке қатысты өте маңызды бір әңгіме бар. Оны парламент мәжілісінің депутаты Ермұрат Бапи айтты. Депутат, егер Мәсімов қаңтар оқиғасын ұйымдастырушы ең негізгі адамды атап көрсетіп берсе, онда оның жазасын жеңілдету мүмкіндігі бар екенін мәлімдеген. Былтыр маусым айында болған бұл әңгіме сол кезде бүге-шүгесіне дейін порталда жарияланды. Онда былай деген: Мәжіліс депутаты Ермұрат Бапи ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімовтің жазасын белгілі бір шарттармен жеңілдетуге болатынын айтты. Ермұрат Бапи, егер Мәсімов 2022 жылғы қаңтардағы оқиғаның мән жайын толық ашып, нақты ұйымдастырушыларды көрсетуге дайын болса, оның әрекеті қайта қаралуы мүмкін екенін айтты. Әсіресе Мәсімов сол кездегі қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен әрекет еткен болса. Кәрім Мәсімов ұзақ жыл бойы премьер-министр және Назарбаевтың сенімді адамы болды. Ол оның жеке тапсырмаларын орындап қана қоймай, тұңғыш президенттің жеке бизнесінде жүргізіп отырды. Мәсімов оның активтерін шығарумен айналысты, яғни әйгілі Қазақ гейттен кейін Еуропадан шығарды. Сондай-ақ ескі Қазақстанның активтерін оңтүстік шығыс Азия, Қытай, Шанхай, Гонконг әмірліктерге жіберумен айналысты. Мәсімов барлық транзакцияны ашып, есесіне басына бостандық сұраса, оған кешірім беру керек деп ойлаймын, деді Ермұрат Бапи.
Мәжіліс депутатының айтуынша, Мәсімов шын мәнінде не болған баянда басты ұйымдастырушының атын атау керек. Егер ол барлық транзакцияларды жариялауға және бұл қазақстандықтардың ақшасы екенін растауға дайын болса, біз оған толық емес болса да кешірім жасауға мүмкіндік беруіміз керек, деді Бапи. Депутаттың бұл мәлімдемесі Кәрім Мәсімов Тоқаевтан кешірім сұраған кезбен тұспа-тұс келеді. Кешірім сұрау хикаясын портал сол сәтте былай деп жариялаған: мемлекетке опасыздық жасады және билікті басып алмақ болды деген айыппен сотталған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов кешірім жасау туралы өтініш берді деп хабарлайды Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Қазір Кәрім Мәсімов сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қаулысы негізінде Астанадағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторында. Шынында да осы мекемеден ол 2024 жылғы наурыз айында Қазақстан Республикасы президентінің атына кешірім жасау туралы өтініш жолдады делінген хабарламада. Онда Кәрім Мәсімовке қатысты қылмыстық кодекстің 218 бабы 3 бөлігі 3 тармағы, яғни қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру немесе жылыстату бойынша және 366 бабы 4 бөлігі, яғни аса ірі мөлшерде пара алу бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасып жатыр. Бірақ Кәрім Мәсімовке кешірім берілмеді. Портал материалдарында мынадай жолдар бар. Президент жанындағы кешірім жасау мәселелері жөніндегі комиссия мүшелері мемлекет басшысына Кәрім Мәсімовке кешірім беруден бас тартуды ұсынды деп жазды депутат Марат Башимов. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы төрағасы Кәрім Мәсімовке рақымшылық жасаудан бас тартты. Мемлекет басшысының Мәсімовке кешірім беруден бас тартқаны туралы ақпаратты президент әкімшілігі растады. Кәрім Мәсімов мемлекетке опасыздық жасады, билікті басып алмақ болды және қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деген айыппен 18 жылға бас бостандығынан айырылған. Кәрім Мәсімовтің хан сарайындай қымбат үйін аукционға шығару жалғасатын болса керек. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.